Қазақ руханиятының көсемі Ахмет Байтұрсынұлын отандық және шетелдік ғалымдар көбіне тілші ғалым ретінде таниды. Ғалымның бұдан бөлек ашылмай, зерттелмей жатқан қырлары көп. Солардың бірі географиялық танымы. Шаруалық өзгерісі Ахмет Байтұрсынұлының 1915 жылдан бастап шаруашылық, экономика, мәдениет тақырыптарын зерттеп жазған көлемді еңбегі. Көлемді мақаланың төте жазумен жазылған 107 беттен тұратын қолжазба нұсқасы Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының сирек кітаптар мен қолжазбалар қорында сақталған. Қолжазба түпнұсқа мен басылым нұсқасы араб қарпінен кирилл әрпіне өзгеріссіз түсіріліп, алғаш рет 2022 жылы Ахмет Байтұрсынұлының академиялық толық жинағына және Ахмет Байтұрсынұлының 12 томдық толық жинағына енгізілген болатын. Қолжазба мазмұнында көтерілген саяси экономикалық тақырыптар өз алдына, онда географиялық мәселелер де кеңінен сөз болады. Бұл еңбек Ахмет Байтұрсынұлын ғылыми көпшілікке географ ғалым ретінде де танытады. Аталған еңбекте көтерілген мәдениет тақырыбы тарихпен, саяси экономикамен, географиямен ұштасып жатады. Ғалым мұнда ғылымның бірнеше түрін өзара ұштастырып, сол кезеңде қазаққа аса қажет даулы мәселенің басын ашып берген. Аталған еңбекті ғылыми тұрғыдан зерделей отырып, шаруалық өзгерісін бүгінгі таңда алаштанушы, ахметтанушы ғалымдар мен қазақ оқырмандары жоқтап жүрген Ахмет Байтұрсынұлының мәдениет тарихы атты кітабының бір бөлімі емес пе екен деген ойға келеміз. Себебі ғалым шаруалық өзгерісінде негізінен мәдениеттің шығу тарихы мен адамзат өркениетінің өсіп өркендеу барысы туралы жиі тоқталады.